Армысыздар достар, мен сіздерді қазақ тіліне үйрететін ұстаздарыңыз боламын. Таныстыру тарауы. Бұл бейне сабақта біздің студент қызымыз Нұриса сіздерді Түркістан қаласымен таныстырады және өзі туралы айтып береді. Танысу жаңа халықаралық әуежайдан басталады. Түркістан халықаралық әуежайы бұл жаңа жерде таза парақтан жобаланған, салынған және пайдалануға берілген Қазақстанның жаңа тарихындағы алғашқы әуе айлағы. Содан кейін Нұриса Түркістан қаласының жаңа шағын аудандарын көрсетіп, темір жол бекетіне барады. 1903 жылы Орынбор-Ташкент темір жолының оңтүстік тармағының құрылысы кезінде темір жол бекеті салынды. Фильмді мұқият қарап, одан әрі грамматиканы зерттейміз. Тәуелдік жалғауы, сілтеу есімдіктері, нақ осы шақ, оқулық тапсырмаларын орындаңыздар. Рахмет!